Марстан тіршілік табылыпты. НАСА осылай хабарлаған туралы видео тарады. Бұл рас па? НАСА Марста тіршілік тапқан жариялады деген ақпарат ұйымның баспасөз брифингінен алынған. Онда агенттіктің уақытша басшысы Шон Даффи бұл Марстағы өмірдің ең айқын белгісі болу мүмкін деп айтқан. Мүмкін деген сөзге назар аудару керек. Өйткені НАСА Марс жыныстарының құрамында вивианит пен грегит болу ықтимал екенін анықтаған. Бұлар ежелгі микроорганизмдердің био белгісі деп те айтылды. Дегенмен НАСА бұл минералдар тіршілік болмаған жағдайда да қалыптасады дейді. Мысалы, ұзақ уақыт жоғары температураның әсерінен қышқылды ортада немесе органикалық қосылып байланысу арқылы пайда болуы мүмкін. Бұл тұста ғалымдарды тұрған басты себеп жыныс қабаттары бұрын жоғары температура немесе қышқылдық әсерге ұшырап. Сол себепті Марста тіршілік бар деген болжамды күшейткен. Дегенмен НАСА бұны тіршіліктің нақты дәлелі деп айтуға асықпау керегін ескертті. Ғалымдар оны дәлел деп жариялау үшін әлі де көп зерттеу жүргізуі қажет.